Сәлем қыздар, қазыналы құмыра атты интенсивке қош келдіңіздер. Интенсивтің миссиясы фитнес әлемінде еленуі керек басты аймақтардың бірі мойын және иықтар жайлы ақпарат беру, әрі алынған білімдер аясында аталмыш аймаққа арналған жаттығуларды әдетке айналдыру. Қыздар, бақылағаным бойынша дене бөліктеріміздің ішінде ең көп сөз болатын, ерекше мән берілетіндері олар жамбас, іш, бел, аяқтар. Жамбасымды көтеріп қатайтып шабдалдай қылсам ғой, немесе шыбықтай белім болса ғой шіркін, немесе басқа біреудің сұлулығына вау, не деген апарық ұзын аяқтар деп қызығып жатамыз, осындай топ мүшелердің көлеңкесінде қалып қойып, онша еленбей қалатын аймақтардың бірі ол біздің мойнымыз. Бекер. Себебі мойынның маңыздылығы, қыздар, жоғарыда айтылып өткен мүшелерден озбаса еш кем түспейді. Сондықтан мен осы тақырыпты қатты жақсы көремін. Иншалла осы интенсивта мойын жайлы барынша ашып беруге тырысамын. Бұл интенсивтан кейін сіздердің де осы алақандай ғана аймаққа деген көзқарастарыңыз 180-ге өзгеретіне сенімдімін. Біз сіздермен мойынның клиникалық маңыздылығын, оны саулықта ұстаудың жемістерін, жиі кездесетін проблемалар мен олардың алдын алуын, емін, яғни интенсивтің ең маңызды бөлігін талқылаймыз. Ендеше кеттік, бастаймыз. Мойын бас негізі және бұғана арасындағы аймақ. Оның құрамында бірнеше маңызды қан тамырлары, лимфа тамырлары, жүйкелер әрі мүшелер орналасқан. Сонымен қатар аталған құрылымдарды демеп қорғап тұратын көптеген бұлшықеттер және сүйектер, яғни мойын омыртқалары бар. Осы соңғы екеуіне тоқталып кетейік. Омыртқа жотасы 5 бөлімнен тұрады. Мойын кеуде, бел сегіз көз, құйымшақ, және де жоғарыдан төмен қарай омыртқалардың көлемдері ұлғая береді. Яғни мойын омыртқалары барлық омыртқа бағанасының ішіндегі ең кішкентайлары. Ол 1. 2. Оның айналасындағы бұлшықеттер де жіңішке келеді. Мәселен, біз қолымызды жұдырыққа түйіп қатайтатын болсақ, бицепс және трицепстарымыздың контурларын анық көреміз. Немесе жамбас бұлшықетін тырыстыратын болсақ, ол бүйтіп жинақы болып, бірден томпиып шыға келеді. Ал мойынның бұлшықеттері нәзік болғаны соншалық, біз оны қанша бүйтіп тырыстырсақ та контурларын көре алмаймыз. Табиғатынан олар жіңішке болып келеді. Енді қызығы, қыздар, осындай нәзік бұлшықеттер және де кішкентай ғана мойын омыртқалары біздің 4-5 килограмм болатын басымызды ұстап тұр. Күнде өзімізді айнадан көру барысында біз ол жайында ойланбаймыз. Әбден көзіміз үйреніп қалған. Ал осындай жіңішке мойын үстінде 5 келі картоп немесе 5 литрлік су бар бутылка тұр деп елестетейікші. Мынау қылдай ғана мойын қалай үзіліп кетпей тұр деп таңғаламыз. Алайда біздің ағзамызда барлығы есеппен жаратылған, оның да өзінің хикметі бар. Осындай нәзіктігінің арқасында мойын ол омыртқа жотасының ең қозғалмалы бөлімі болып табылады. Не үшін? Біз айналамызды тануымыз үшін. Еңкейеміз, қараймыз, шалқаямыз, бұрыламыз, бүйірге бұрамыз. Бір сөзбен айтқанда, мойын арқылы біз дүние танымымызды арттырамыз. Ол өте маңызды. Бұл мойынның бірінші клиникалық маңыздылығы. 2. Мойнымыз дене мен миды байланыстырып тұрған алтын көпір. Осылай мақтап айтуымыз, қыздар, еш артықтық емес. Мойын арқылы миға, бетімізге, басымыздың барлық тіндеріне оттегі және қоректік заттар тасымалданады. Миға сәл тоқтайық. Ағзамыздағы ең керемет жаратылыс, қыздар, ол біздің миымыз. Оның негізгі қызметтері: сенсорлы информацияны өңдеу. Ол не? Сезім мүшелері, яғни көру, есту, дәм сезу, иіс сезу, сипап сезу арқылы келетін ақпараттарды қабылдап, қорыту. Мәселен, кешке қарай шайға ішкен опипайдың дәмін сезу. Менің сіздерге сөйлеп жатқаным, сіздердің мені естіп жатқандарыңыз. Осы мидың сенсорлы қызметі. Жоспарлау, шешім қабылдау, координация, қимылдарды басқару, назар, есте сақтау және эмоция. Анамыз құшағына басқанда ерекше мейірім сезінуіміз, күйеуіміз сыйлық сыйлағанда қуануымыз,
және адам баласына ғана тәні ойлау қабілеті осы ми арқылы жүзеге асады. Осындай керемет болмысымыздың ең маңызды процестері дұрыс атқарылу үшін қыздар миға өзінің сүйетін затын беру керек. Ол оттегі және қоректік заттар. Оларды жеткізетін мойын арқылы өтетін қан тамырлар. Ал қан тамырлар қыздар бұлшықеттермен тікелей жанасып жатады. Егер де бұлшықет спазмда болатын болса, ол қан тамырларды қысады да, олар арқылы оттегінің тасымалын тежейді. Нәтижесінде ми дефицитта болып, жоғарыда айтылған барлық қызметтерге өзінің кері әсерін береді. Демек, ми өз жұмысын дұрыс әрі толыққанды орындауы үшін мойынның бұлшықеттері тонуста болу керек. Тонустағы бұлшықет деген не? Шыныққан, эластикалы, созылған сау бұлшықеттер. Дәл осы механизм бет сұлулығына да әсер етеді. Бет тіндерінің дұрыс қоректенуі ажарымыздың кепілі. Егер беттің қан айналымы дұрыс болатын болса, беттің тісі ашылып, ерекше жайнап тұрады. Бетімізде 43 бұлшықет бар. Олардың жағдайы мойын бұлшықеттеріне тікелей тәуелді. Себебі мойын жаттықпаған болса, ол өзімен байланыстырылып тұрған бет бұлшықеттерінде төмен қарай тартады. Осы жерден бет терісінің птозы, яғни салбырауы, ерін бұрыштарының түсуі, төменгі жақ сызығының жойылуы, екінші иектің пайда болуы және тағы да басқа проблемалар орын алады. Сондай-ақ осындай проблемаларды тудыратын негізгі себептердің бірі ол ісіну. Ісінудің негізгі себебі лимфа ағысының баяулауы. Ал лимфа қозғалысын стимулдайтын бірден бір фактор ол бұлшықеттердің жиырылуы. Демек, қозғалыс арқылы біз ісінуді жоя аламыз. Осымен мойынның клиникалық маңыздылығын тәмамдадық. Енді мойнымызда орналасқан мүшелерге шолу жасайық. Осы кішкентай ғана аймақта жұтқыншақ, көме, кеңірдек, өңеш, қалқанша бездері, қалқанша маңы бездері, сондай-ақ ірі артериялар, веналар, лимфа тамырлары және жүйкелер орналасқан. Осы тұрғыда мойнымызды қазынаға толы нәзік құмыра десек болады. Сондықтан бұл құмыраны желіммен жөндегеннен көрі шытынауының алдын алғанымыз дұрыс.